Достар, бүгінгі сабақта біз единорогтың рогын жасайтын боламыз. Яғни ол бізде пиньята, единорог, естеріңізде болса, қазір фотосын қойып қоям. Соның біз рогын және құлағын жасайтын боламыз. Оны біз шоколадтан жасаймыз. Мен осы жерде 50 грамм ақ шоколадты алдым. Енді оған мен осындай глюкозный сиропты қосам. Глюкозный сиропты сіздер кондитерский магазиннен алсаңыздар болады. Не бағасы қымбат емес, 500 теңге. Кейбіреулер оны балмен алмастырып жатады, бірақ мен өзім балмен алмастырып көрген жоқпын. Біз обычный шоколадтан пластичный шоколад жасайтын боламыз. Шоколадты жай ғана ерітеміз микроволновкада. Одан кейін біз осы глюкозный сиропты қосамыз. Одан кейін біздің шоколад, пластичный шоколадымыз более мягкий болу үшін осындай маршмелло қосуға болады. Мен осындай маршмеллоны қосам, но можно и қоспағанға. Егер де маршмелло қоспайым десеңіз, қоспай қосаңыздар болады. Енді қараңыздар, мен мына 50 грамм шоколадты микроволновкада импульспен ертемін. Яғни толық біздің калетіміз ергенше біз оны араластырып, шығарып микроволновкаға салып отырамыз. Мен шоколадты толығымен еріттім. Ішінде ешқандай калеттер қалған жоқ. Міне барлығы еріді. Енді бұған біз глюкозный сироп қосатын боламыз. 18 грамм глюкозный сироп. Яғни бізде мында 50 грамм шоколад болса, бізге 18 грамм глюкозный сироп керек. Глюкозный сиропты қосқан кезде біздің шоколадымыз густой бола бастайды. 89 деп көрсетіп тұр, өйткені мына жерде ыдысты да өлшеп тұр, и шоколадты да өлшеп тұр. 18 грамм глюкозный сиропты қосатын боламыз. Бізде 107 масса болу керек, 107 деп шығу керек. «107» деп көрсетіп тұр. Енді біз оны жақсылап отырып араластырамыз. Шоколад пен глюкозный сироп екеуін өстіп жақсылап отырып араластырамыз. Сол кезде біздің шоколадымыз қоюлана бастайды. Көрдіңіздер, көз алдымызда ол бізде бір қою массаға айлана бастады. Жақсылап отырып тағы да араластыра береміз. Міне бізде осындай қою шоколад пайда болды. Пластичный шоколад. Қараңыздар, осындай түрінде біз оны өстіп басып, одан біз любой фигураны жасай берсек болады. Егер де сіз оған более жұмсақ болсын десеңіз, онда бұның үстіне маршмеллоны салып жерсеңіз болады. 1-2 маршмеллоны негізі осындай түрінде де қолдана беруге болады. Не қолымызға аламыз да, бұны негізі жақсылап отырып осылай массаны біркелкі болғанша мұжимыз. Сол кезде бізде какао масласы шығады шоколадтан. Сол кезде ол более тягучий болады. Қараңыздар, бұл қазір бізде ешқандай созылмай тұр. Біз шоколадымызды тартсақ, ол осылай үзіліп қалып тұр. Енді ол бізде более тягучий болу үшін немесе оны көп осылай массаждап осылай басып, ішіндегі какао масланы шығарамыз. Немесе екінші способ, біз ондан оған осындай маршмелло қосамыз. Бір 2-3 маршмеллоны осылай қосып жібереміз да. Енді бұны біз тағы да микроволновкаға 1-2 секундқа қоямыз. 2-3. Біздің маршмелломыз более жидкий түрге айланғанша, яғни маршмелломыз жұмсарып, біткен пена сияқты болғанша. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне біз микроволновкаға 1-2 секундқа қойдым. Маршмеллолар жұмсарды толығымен. Енді біз оны бірге бір масса болғанша араластырамыз осылай. Екеуін бірге бір масса қосып араластырамыз. Өстіп араластыра береміз. Қолдарыңызға алып араластырсаңыз да болады. Главное, ыстық болмау керек. Ыстық болса, қолдарымыз күйіп кетеді. Осылай бір масса шыққанша біз араластырып шығамыз. Не массамыз бізде осындай күйге айланды. Енді екеуін қосып, осылай қолмен жақсылап отырып мұжыдым. Сол кезде бізде осындай тягучая масса пайда болды.
бұл шоколадтың дәмі өте керемет. Ішінде маршмеллоның дәмі шығады және шоколадтың дәмі шығады. Мастикаға қарағанда намного вкуснее. Қараңыздар, осындай созылмалы күйінде оны егер де сіз пакетке жауып қойсаңыз, пакетке жауып тоңазытқышқа қойсаңыздар, бұл өзінің осы қалпын сақтайды, осы күйін сақтайды. Ал егер де сіз осыны жай ғана бір нәрсені жасап, фигураны жасап, пакетке ештеңкеге жаппай қойсаңыз, бұл бізде кішкене қатыңқырап қалады, қатты болып қалады, иә. Сондықтан осындай массаны жасағаннан кейін мен кеңес берем, сразу керек фигураларыңыздың барлығын жасап алыңыздар. Сол кезде сіздерде бұндай массамен жұмыс істегенге оңай болады. Бұл массаны негізі көпке дейін сақтауға болады. Главное, обычный шоколад сияқты, оған күннің сәулесі тимеу керек, влага болмау керек, то есть конденсат болмау керек, иә. Біз оны сыртын пакетке жауып, тоңазытқышқа қойып сақтасақ болады. Массамызды осындай бір екі бөлікке бөлеміз. Барлығы ол сіздің өзіңіздің көзіңіздің көз мөлшеріне қараймыз. Негізі перчаткада емес, өзіңіздің қолыңызбен жұмыс істесеңіз, сізге ыңғайлы болады. Қараңыздар, біз оны осындай екі массамызды осылай колбаска сияқты жайып аламыз. Қараңыздар, видеодағы сияқты. Мына қараңыздар, мына үстіңгі жағы кішкене толығырақ болады да, астыңғы жағын біз кішкене жұқарақ істейміз. Қатты ұзын қылып істемеңіздер. Өйткені сіздер осы екеуін қосқан кезде, бұраған кезде бұл массаңыз сізде бәрібірде созылады. Енді біз оны ақырындап осындай жгут сияқты өстіп бір-біріне орап шығамыз. Орап шықтық. Осылай қоямыз. Енді біз керек жоқ астыңғы жағын кесіп алып тастаймыз. Осындай бізде міне единорогтың рогы пайда болды, иә. Енді біз оны қойып қоямыз. Ары қарай құлақтарын және көздерін жасайтын боламыз. Оны біз қалай жасаймыз? Жасау жолы өте оңай. Бірінші біз массамызды осылай жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, иә. Толщинасы бір осындай, міне қараңыздар, примерно. Жайып алдық. Барлығын жақсылап жайдық. Енді біз единорогтың құлақтарын кесіп аламыз, осындай үшбұрыш ретінде. Сөйте маған осылай қойып алайын. Бізде осындай үшбұрыш пайда болды. Енді біз астыңғы жақтарын осылай қосамыз. Сол кезде бізде осындай единорогтың құлақтары пайда болады. Мына үшкірейіп тұрған жерін осылай кішкене басып қоямыз да, и осылай қосамыз екеуін. Бізде сонда единорогтың құлақтары пайда болды, иә. Енді бізге көздерін жасау керек, иә. Көздерін біз какой-то бір заготовкамен істесек болады, немесе осындай пышақпен кесіп алсақ та болады. Екі жақ шеті осындай жұқада, ал ортасы кішкене қалыңдау, иә. Бізде прям идеально келеді осындай масса.
И содан осындай бір күліп тұрған көздерді осылай жасайтын боламыз. Қазір тағы да біреуін кесейін. Главное, екеуінің ұзындықтары бірдей болу керек. Так, тағы да бүйтіп. Мына көзінің размерларын, құлақтарының барлық размерларын сіз өзіңіздің жасайтын пиньятаңызға қараңыз. Мен всегда өзім на глаз делаю. Осы жасаған заготовкамызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта ол бізде тез қатып қалады. Қатқанда өз формасын жақсы ұстап тұратын болады. Одан кейін жасалған біздің пиньятамызға осы құлақтарын барлығын ерітілген шоколадпен жабыстыратын боламыз.